Мына жерде Батырхан бүлдіршініміздің дені сапсау уайым қайғысыз жүрген кез еді. Ойламаған жерден рак ауруына шалдығып, бір қолы іске жарамағандықтан қолын кесіп алып тастады. Сынақтың үстінен сынақ болып, анасы да омыраудан рак болып, бір омырауын алып тастады. Бұл отбасында үлкен қиындықтар болып жатыр. Күйеу баласы да инсульт алып қайтыс болды. Енді қазіргі уақытта отбасын асырап отырған ағамыз больницада баласымен бірге жатыр, анасы үйде. Қазіргі жағдайда бұл отбасы асыраусыз. 10 жасар кішкентай қыз ғана үйдің полын жуады, ыдысын жуады, тамағын істейді. Барлығына 10 жасар кішкентай қыз қарап жатыр. Жағдайлары өте ауыр. Құрметті халқым, осы видеоны барынша таратыңыздаршы. Қолдарыңыздан келгенше максимальный репост жасаңыздаршы. Бір тиын болса да садаққа салыңыздаршы. Алла тағала сіздерге разы болсын.